Бірінші сабақ өзім туралы. Жаңа сөздер. Новые слова. Бірге, вместе, би, танцы, сурет, рисунок, тіл үйрен, изучай язык, асық, асық, либо косточка. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое задание. Послушай и ответь на вопросы. Сәлем, Самат. Привет, Самат. Сәлем, Али. Привет, Али. Самат, сен неше жастасың? Самат, сколько тебе лет? Мен 8 жастамын. Сен ше? Мне 8 лет, а тебе? Мен де 8 жастамын. Мне тоже 8 лет. Нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Мен 2-ші сыныпта оқимын. Сен ше? Я учусь во 2 классе, а ты? Мен де 2-ші сыныпта оқимын. Я тоже учусь во 2 классе. Али неше жаста? Али 8 жаста. Самат нешінші сыныпта оқиды? Самат 2-ші сыныпта оқиды. Өзің қай сыныпта оқисың? Мен 2-ші сыныпта оқимын. 2-ші тапсырма. Оқы, Аянның іс-әрекетін білдіретін сөздерді тап. Второе задание. Прочитай и укажи действия Аяна. Менің атым Аян. Жасым 8-де. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Отбасымда 4 адам бар. Әкем ұшқыш, анам дәрігер, інім 6 жаста. Мен мектепке ініммен бірге барамын. Бос уақытымда сурет саламын, тіл үйренемін. Слова, которые указывают действие. Оқимын, учусь. Барамын, пойду. Сурет саламын, рисую. Тіл үйренемін, изучаю языки. 3-ші тапсырма. Берілген тірек сөздер мен суретті қатыстырып, өзің туралы айтып бер. 3-е задание. Используя опорные слова, расскажи про себя. Например, менің атым Әлібек. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Менің бойым ұзын. Көзім қара. Шашым қара. Бос уақытымды отбасыммен өткізгенді жақсы көремін. 4-ші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қой, толықтырып жаз. 4-е задание. Вместо картинок поставь слова и дополни. Мен асық ойнаймын. Мен би билеймін. Мен сурет саламын.